Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық сәндік натюрморт. Оқу мақсаттары: таңдаған тәсілдердің қасиеттерін ескере отырып, көркем өнер материалдарын, техникаларын пайдалану және эксперимент жүргізу. Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үрдісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану. Сабағымыздың мақсаты: қазақтың ұлттық мәдениет элементтері туралы білу, шығармашылық жұмыстарды орындауды меңгеру, натюрмортты нобайлап салып, түстер мен бояуды үйрену. Балалар, берілген суреттерге назар аударайық, ой қозғайық. Ұлттық натюрморттың бейнелеу ерекшеліктері қандай? Және берілген жұмыстар қандай жанрда орындалған? Жарайсыңдар балалар. Ұлттық натюрморттың ерекшеліктері ою өрнектерінде және салынған эскиз жұмыстарында, ыдыс аяқтарында ұлттық нақыштар белгіленуінде. Натюрморт француз сөзі, дәл мағынасы өлі табиғат деген ұғымды білдіреді. Натюрморт алғаш рет 17 ғасыр басында Голландияда пайда болды. Натюрморт өнердің дербес жанры ретінде 18 ғасырда батыста кеңінен дамыды. Натюрмортты салмас бұрын, оны өлшеп, құрылымын құрып, дұрыс орналастыра білуіміз керек. Натюрмортты салғанда, оның алдындағы пропорциясын анықтаймыз. Пропорция сөзі латын тілінен аударғанда арақатынас немесе шамалас деген ұғымды білдіреді. Сәндік натюрморттың басты міндеті заттардың, олардың пішінін, түрін, түсін стильдеу. Натюрморттың түрлері үшке бөлінеді: реалистік, сәндік, абстрактілі. Реалистік натюрморт мейлінше шындықты бейнелейді. Сәндік натюрморт әсемдікті бейнелейді. Ал абстрактілі натюрморт геометриялық денелерден бейнеленген бейне болады. Натюрморт салу кезеңдері: алғашында натюрмортты түрлі түсті қарындаштың көмегінсіз, қара қарындаштың көмегімен нобайлаймыз, эскизін сызамыз. Дайын эскизді артық сызықтарды өшіріп, дайын эскизді сулы бояудың немесе түрлі түсті қарындаштың көмегімен түр, түс беріп бояймыз. Балалар, мұна берілген картиналарға назар аударайық. Бұл жерде ұлттық натюрморт салған суретшілердің шығармалары берілген. Қазақстандық суретшілер Гүлфайрус Исмаилова мен Анар Абжанованың шығармашылары. Бұл жерде сіздерде қалай бейнеленген ұлттық натюрморт болғандықтан ою өрнектеріне, ұлттық заттардың бейнеленуіне назар аударған. Кері байланыс: ұлттық сәндік натюрморттың ерекшелігі неде? Сәндік натюрморттың түрлерін атаңдар. Сәндік натюрморттағы стильдеу дегеніміз не? Бұл сұрақтарға сіздер жауап береді деп ойлаймын. Бұл сұрақтардың барлығын біз бүгінгі сабағымызда өттік. Сіздерге қосымша ретінде ресурстар дайындап келдім. Осы ресурстарды ашып қарауларыңызға болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.